Еркін диалог қағидасы негізінде Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ саз драма театрында ашық есік күні өтті. Дәстүрлі шарада қала әкімі Марат Тасмағанбетов пен бөлім жетекшілері шаһар тұрғындарының сұрақтарына жауап берді. Өз мәселесін арқалап келген азаматтардың бірі Владимир Никлевич, Жұмысшы кентінің тұрғынын ол тұратын ықшамауданда хоккей қорабы салынатыны туралы сұрақ толғандырып отыр. Хотелось бы, чтобы 42-ші мектепте хоккей корты қойыла ма? Мұндай спорттық нысан ересектер мен жасөспірімдерге қажет ақ. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов спортқа айрықша назар бөледі. Сондықтан міндетті түрде мектеп маңында жабық хоккей қорабы салынады деп айта аламын. Абаттандыру мәселелері назардан тыс қалмады. Жұмабеке Шыңғысова Сәтпаев көшесіндегі нөмірі 34-ші үйде тұрады. Оны аула жолын жөндеу сұрағы мазалап отыр. Асфальтирование дома. Аулаға асфальт төсегіміз келеді. Бұл жұмыста әкімдікте жоспарда бар ма? Былтыр біз 100 аулаға асфальт төседік. Биыл одан көбірек. Сіздің аулаңыз жоспарға енді. Келер жылы жұмыстар жүргізіледі. Ашық есік күнінде қалалықтар тарапынан 50 сұрақ жолданды. Оның 9-ы шаһар жетекшісіне тиесілі. Айта кету керек, келер жылы облыс әкімінің қатысуымен ашық есік күні жоспарланған. Ол Орыс драма театрында желтоқсанның 20-сы күні өтпек.